Шашымды бүйралап жатқан кезде залдан бір түрлі дыбыстар шығып жатты. Не болды екен? Қызық. Ақан не істеп жатыр? Так, барып қарап келейін деп ойладым. Сөйтіп плойкамды өшіріп, зал жаққа ақырын ғана барып қарадым. Так, егіздерім ойнап жүр өз-өздерімен, ал Ақан болса не істеп отыр? Есіктің ар жағынан сығалап қарасам, Ақан көңілсіз отыр екен. Батондарды анда-мұнда ұстап, өзінше бір нәрсені армандап отыр. Басында түсінбеген, содан кейін есіме түсті. Мен оған бутерброд немесе хот-дог жасап беремін деп уәде еткен едім. Қалайша ұмытып кеткенмін. Бала болған соң ренжіп өзі-өзімен отыр екен ғой. Содан анам егіздермен қолы босамайды ғой деп өзі батондарды қойып қойды. Біз аналар кішкентай балаларды ойлап үлкен балаларды қалай ұмытып кете береміз. Үлкен ұлымды ренжітпейін деп өзім үндемей сюрприз ретінде жасап қоюға кірістім. Дәл қазір аналарға үндеу. Бірде сіздеріңіз кішкентай бөпелеріңіз болып, бірақ та үлкен балаларыңыз болса, олар да бала ғой, оларға да бір нәрсе жасап, қызықтырып, көңіл күйлерін көтеріп жүріңіздер. Ақан ол менің оң қолым, менің көмекшім, әрқашан мені душқа түсіп ал, мен бөпелерге қараймын деп қарап отырады. Ал енді Ақанның реакциясын бірге көрейік. Шынымен де Ақан мен не жасасам да оған бәрі ұнайды. Видеоға лайк басып, міндетті түрде комментарий жазып, бізге тіркелуге ұмытпаңыздар.